Сәлеметсіздер ме? Қымбатты менің тыңдармандарым. Бүгінгі оқитын қиссамыз мың сұрақ кітабынан алынады. Аю неден бәділ болды. Әу баста аю бір диірменші адам еді. Бірақ ебедейсіз тоң ойын қызғаншақ болды. Ұнды шашып, бидайды басып жүре беретін. Бұны шашылып жатса да аш-жалаңаш мүсәпірге бермейтін. Олардың көз жасын тоң мойыны күжірейіп көрмейтін. Қызғаншақтығы әбден асқынған кезде ұн сақтайтын қоймасын жердің астына тықты. Диірменіне жақындаған адамды себепсіз сабап шықты. Бір күні бал жеп отыр еді, кеседегі балына ара кеп қонды. Оның қызғанышы дереу қозып жәндікке тап берді. Ара жалп берді. Ол қуалай жөнелді. Ара ұшып барып ұясына барды. Ұясын бір кедейдің шатырына салған еді. Диірменші қорбаңдап шатырдың үстіне шықты. Араның ұясын тауып балын алмақшы болды. Аралар жабылып шаға бастады. Диірменшінің денесі ісіп кетті. Арадан ышқына қашқанда салмағын шатыр көтере алмай көрсетіп ортасына құлады. Напақасын әзер тауып жүрген кедейге бұл апат ауыр дейді. Диірменшіден ақы сұрап еді, ол аямай соққыға жықты. Кедей жылап қалды. Құдай момынның ақысын жемейді деген. Құдіретімен денесі ісіген диірменшіге диірменшіні бір түнде аюға айналдырып жіберді. Қорбаңбай жүрісі, тоң теріс мінесі, қызғаншақ кеселі, алпамсадай денесі бәрі аюдың регінде келе қалды. Әлі күнге дейін араны қуалап, омарталарын аударып, төңкеріп, қопарып, қиратып, бір шым балын іздеп жүреді.